Қайырлы күн, әдебиет сүйер қауым. Бүгін сіздердің назарыңызға жазушы, публицист, қаламгер Толымбек Абдраимның «Дала әуені» атты кітабымен таныстырғым келіп отыр. Бұл кітап Алматы қаласы Атамұра баспасымен 2015 жылы басылып шыққан. Бұл кітапқа жазушының әңгімелері, мысалдары және повестері енген. Бұл кітаптағы әңгімелерді оқи отыра, сіз балалық шақты есіңізге түсіп, балалық шағыңыз есіңізге түсіп, балалардың жан дүниесі ақ парақтай таза, сөздері адал, тіпті қулықтары мен өкпе-реніштері де қуаныш пен шаттықтан тұрады ғой. Осы кітаптағы әңгімелерді оқи отыра, жазушының мысал ретінде келтіріп, балалардың ата-ана арасындағы махаббат, сыйластық, үлкен адамдармен амандасуы, сондай бір жылы лебіздермен, тілі шырайлы, оқуға өте оңай. Осындай бір керемет бір кітапты сіздерге ұсынып отырмын. Және де Толымбек Абдраим біздің Қазақстан Республикасына өте танымал жазушы. Біздің кітапханамызға келіп, осы кітапты тамашалауларыңызға сұраймын.